Сәлеметсіздер ме балалар? Отыра қойыңдар. Видео роликке саламыз, мұқият қараймыз. Мектептен ұшқалы отырсыңдар. Айта қойыңдаршы, сендер қазір көрген видеороликтен не байқадыңдар? Мамандық, иә? Дұрыс, иә, мамандық көрдік, иә? Ал енді айтыңдаршы, сендер кім боласыңдар? Қандай мамандықты таңдайсыңдар? Айта қойыңдаршы, қандай мамандықты? Ал, Сержан айта қойшы. Өте болғым келеді. Медицина саласында жұмыс істегім келіп тұр. Өте жақсы, жақсы. Тағы балалар, қайсың кім болғыларың келеді? Журналист болғым келеді. Жақсы, өте жақсы. Тағы кім болғысы келеді? Егігүл, сен, Диас айта ғой? Мен IT бағдарламашы болғым келеді. Жақсы, өте жақсы. Оны біздің бүгін тақырыпты аштыңыздар сіздер. Енді бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы биотехнолог маманы дегеніміз кім? Айттыңыздар, видеороликті көрдіңіздер, біздің бөліміміз қалай аталатын еді? Биотехнология жаңалықтары. Ал енді біз қазір қандай мамандықты көрдік? Кім айта ғой? Осы видеода біз биотехнолог мамандық туралы видео көрдік. Жақсы, жұмыс жасаймыз. Енді бірінші партаға, екінші партаға қарай қойыңыздар. Сіз шетіне отыра қойыңыздар, сіз шетіне отыра қойыңыздар. Дәптерлеріңізге жазасыздар, сөйтіп топтап талқылайсыздар. Мына жерде берілген ауыл шаруашылығы, тағам өнеркәсібі және медицина саласындағы биотехнология. Ал енді бұл топтық жұмыстың міндеті топта талқылап, жазып, талқылап, бір-бірлеріңізбен ой бөлісу.
жергілікті тек білгір кардиохирургтардың назарын аударған отаға еліміздің дәрігерлерінен өзге Чехия, Израиль, Италия, ақштың кардиохирургтары қатысты. Өте жақсы жұмыс жасадық, топтық жұмыста. Енді балалар бізде жұптық жұмыс. Назарларыңызға неге тақтаға қарай қойыңыздар. Жұптық жұмыс жазылым, жетпеуші бер тәсілі әдісі арқылы мына қазір мен сіздерге таратамын. Бұл жерде сіздер сұрақ жазасыздар. Мамандық таңдау жасөспірім шақтағы ең маңызды шешім деген тақырыпқа бір-бірлеріңізге жұптық жұмыста бір-бірлеріңізге жазасыздар, сұрақ қоясыздар мамандық жөнінен, қарсыласы жауап жазасыздар. Жарай ма? Жақсы жұмыстарыңызды орындадыңыздар. Енді осы жұптық жұмыста мамандық жөнінде тақырып болғандықтан, ал енді қайсыларыңыз сұрақтарыңызды оқисыздар. Снежана, оқи қойшы сұрағыңды. Милана, әлемде қанша мамандық бар? Әлемде 40 мың мамандық бар. Жақсы. Келесі Анайля сұрағыңды оқи қой. Сабрина, сен қандай сұрақ қойдың? Саша. Саша, сен қандай мамандық таңдайсың? Мен биохимик болғым келеді. Неге сол мамандықты таңдадың? Себебі мен бұл мамандықты жақсы түсінемін. Жақсы балалар, жақсы жауап беріп жатырсыздар. Бізде жұптық жұмыс жақсы жүріп жатыр. Ал енді ары қарай тағы да бар ма сұрақтарың? Владимир, биотехнолог қай салаларда жұмыс істей алады? Биотехнолог медицина және ауыл салаларында жұмыс істей алады. Балалар, міне біз керемет жақсы жұмыс жасап жатырмыз. Биотехнолог маманы кім екенін білдік. Топтық жұмыс арқылы білдік, жұптық жұмыс арқылы білдік. Бір-бірлерін қандай мамандық таңдағандарыңды білдіңдер. Енді балалар, біз жеке жұмысқа келеміз. Балалар, жеке жұмыста биотехнолог маман дегеніміз кім? Тақырыбы бойынша аудиомәтінді тыңдап, мәтінде айтылған мамандықтарды жазып, сөйлем құрайсыздар. Сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді орынды қолданасыздар. Дискрипторы аудиомәтінді тыңдайсыздар, мәтінде айтылған мамандықтарды жазып, сөйлем құрайсыздар. Сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді орынды қолданасыздар. Ал дәптерлеріңізге кітапты, оқулықтарыңызды ашыңыздар. 45-ші бетте QR-кодты смартфонға аудиомәтінді тыңдап алыңыздар. Жақсы, оқулықтағы аудиомәтінді тыңдадыңыздар, QR-кодпен сканер жасап. Енді сол мәтіндегі аудиомәтіндегі естеріңізде қалған мамандық туралы сөйлем құрайсыздар.
жұмыс істеген маған ұнайды. Микроскоппен жұмыс істеген ұнатамын мен. Келешекте мен биотехнолог боламын. Мен аяқтадық. Аудиомәтінді тыңдадыңыздар. Мәтінде айтылған мамандықтарды жазып, сөйлем құрадыңыздар. Сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдандыңыздар. Ал балалар, міне, жеке жұмысты да тамамдап қалдыңыздар жазып. Енді қаламдарыңызды қойып, ал қайсыңыз оқып бересіздер? Мен биотехнолог медицина саласында жұмыс істегім келеді. Осы мамандық көптеген адамдардың өмірін сақтауға көмектеседі. Әртүрлі дәрі-дәрмектерді жасауға болады. Зертханада әртүрлі эксперименттерді жүргізуге болады. Жақсы, Ира, өте керемет мамандықты таңдапсың, мен ризамын. Ал енді тағы кім оқып береді, балалар? Мен нанотехнолог маманы болғым келеді. Себебі маған ол мамандық ұнайды. Ол үшін мен химия, биология пәндері тереңдетіп оқимын. Жақсы балалар, біз өте жақсы жұмыс жасап келе жатырмыз. Топтық жұмыс, жұптық жұмыс, жеке жұмысты да жақсы керемет орындадыңыздар. Енді біздің сабағымызды қорыта келе, сабағымызды бекітуді кері байланыс арқылы өтеді екенбіз. Бес саусақ тәсілі арқылы сұрақтарға Падлет тақтасы арқылы жауап бересіздер. Ол үшін бас бармақ ол басты мәселе. Бүгін сабақта ең құнды мәселе қандай болды? Екінші балаң үйрек бірлесу. Мен жұпта, топта, жұпта қалай жұмыс жасадым? Кімге көмектестім? Ортан терек ойлану. Бүгін қандай білім мен тәжірибе алдым? Шылдыршымен шынайылық, маған сабақ ұнады ма, неліктен? Және көңіл-күй ахуалы. Ал балалар, енді қолдарыңызға ұялы телефондарыңызды ала қойыңыздар. Мынау тақтадағы тұрған QR-кодты сканерлеп алыңыздар. Балалар, QR-кодты сканерлеп алдыңыздар деп ойлаймын барлықтарыңыз. Енді сол неде сұрақтарға телефонмен жауап бересіздер. Кері байланыс керемет жазыпсыздар. Енді осы кері байланысты қайсысын оқып бересіңдер? Сыныптастарына мархаба келе ғой. Бүгін сабақта ең құнды мәселе қандай болды? Биотехнолог болған тіліміз. Сабақта ең құнды биотехнологияның кім екенін және оның не істейтінін біз қандай пайда кететінімізді білу болды. Менің сыныптарым жұпта қалай жұмыс жасады, кімге көмектесті? Мен топта жақсы жұмыс жасадым, өткен тақырыпты түсіндім. Бүгін қандай білім мен тәжірибе алдым. Мен биотехнология туралы көп нәрсе білдім және қазіргі уақытта мамандықтар өте аз. Сабақ маған ұнады ма? Маған сабақ өте ұнады, өйткені мен биотехнология туралы көп нәрсе білдім. Өзімді сабақта қалай сезіндім, сабақ маған ұнады, өте күшті болды. Ал балалар, өте керемет кері байланыс бердіңіздер сіздер, өте ризамын. Мен ойлаймын, сіздер жақсы түсіндіңіздер деп. Біздің бүгін жұмыста топтық, жұптық, жеке жұмыс жасап отырып,
атаулы күрделі бас әріппен жазылатын атаулы күрделі сөздерді таба білдік мәтіндерден, жаза білдік дәптерлерімізге. Сосын біз тыныс белгілерін дұрыс қойдыңыздар. Биотехнолог маманы кім екенін жақсы түсіндіңіздер деп ойлаймын. Ал жақсы балалар, өте керемет жұмыс жасадыңыздар. Жақсы биотехнолог маман кім екенін жақсы білдіңіздер. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Көп рахмет. Сау болыңыздар.